Сәлем достар, асқабақ дәні жүрек қан тамыр ауруларын, артық салмақтан арылтатын білесіз бе? Одан да басқа түрлі дертке шипа болады. Ендеше достар, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Асқабақ дәні қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қан аздықтан айықтырады. Артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасыныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Асқабақ дәні ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит қуық түбі безінің қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Оның алдын алу үшін бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емдік күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізден арыласыз. Асқабақ дәнінің құрамында L-аргинин заты ерлердегі тестостерон гормонын жандандырып, қуық асты бездерінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді, әрі ісігін қайтарады. Ішекті құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны жоқ. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Еттекір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Құрамы кальций, магний және мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сондықтан да остеопороз ауруының алдын алғыңыз келсе, қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Асқабақ дәні жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңіз көтереді дейді. Сондықтан да депрессия алған адамға, стресте жүргендерге үнемі асқабақ дәнін жеуге кеңес береді. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екені айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы заттарды шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтап әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тік ішек, ұйқы безі, асқазан қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Құрметті достар, видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.